бір ислам мемлекетіне барып қалдық. Ислам мемлекеті емес, мұсылман мемлекетіне барып қалдық. Қонаққа. Енді айтпай қояйын, мемлекетті жамандағандай болмай қояйын. Бірақ мен ол жер туралы бір керемет ойда едім. Ой деп адамдар айтқан кезде бар ғой. Сонымен тарауыққа барайық деп барғанбыз ғой, тарауыққа барсақ. Тарауықтың әр ракағатында 3 аяттан оқып кетіп жатыр ғой. 10-15 минутта 20 ракағат тарауықты бітіріп тастадық қой. Машалла дедім ғой. Тарауық қабыл болсын. Неге бұндай күйге неге жетті олар десем, халыққа жеңілдетеміз деп жүрген кезде осыған жеттік дейді ғой. Негізі керек емес бар ғой жеңілдетіп. Мынау ешектің жүгі жеңіл келген сайын жатаған келеді дейді қазақ айтады. Көрдіңіз ба? Жарты парадан оқиықшы деп ертең жарты параға түсіріп алсақ бар ғой. Сосын біреулер шығады, давай рубық жарты параның жартысын оқиықшы деп. Осы бір парамен қадалып қалу керек қиямет күніне дейін ше. 30 күн оразада Құранды басынан аяғына дейін оқу керек, тұру керек соның артында. Өліп кетпейсің, бір пара Құран бітеді бір сағатта. Ештеңе де кетпейді. Өлсең зато Құранның ішінде өлген боласың. Вот от души кеткен боласың сол кезде. Тем более Рамазанның ішінде кеткен боласың. Жамағатпен кеткен боласың ішінде. 27 есе рухың көбейеді. Сондықтан осы біздің әдісіміз өте керемет. Сол кезде білдім мен. Мына біздің әдісіміз өте керемет әдіс екен, и бұдан айырылмау керек екен. Күніне бір пара деген бар ғой. Бүгін мысалға Мәида сүресін оқиық. Мәида сүресі Құран кәрімдегі, біліп алыңыздар, ең үкімі көп аят Құран кәрімдегі. Ең үкімі көп аят Мәида сүресі. Бүгінгі оқылады. Дәрет, таяммум, ғұсыл, арақ, шарап, құмар ойын, балшы, аңшылық, не бар? Неке, талақ, мына ішінде бүкіл үкімдерді қамтыған. Үкімдерді түсініп жатсыздар ғой? Демек сүре қақта түскен? Дұрыс айтады, Мәдинада түскен. Мәдиналық сүрелер үкім сүрелері. Меккелік сүре, Меккеде үкім жоқ. Меккеде тек қана не жайында? Қиссалар мен ақыреттің оқиғалары жайында, ақида жайында. Міне Мәдина болғанда да бұл ең соңғының алдындағы сүре екен ғой. Құран кәрімде түсуі бойынша 114 сүре ма бізде? Соның 112-ші сүресі екен мынау. Түсуі бойынша. Құрандағы реттілік бойынша, кітаптағы реттілік бойынша неше сүре? 6-шы сүре, жоқ, 5-ші сүре. Фатиха, Бақара, Әл-Имран, Ниса, Мәида. 5-ші сүре екен. Құран кәрімдегі реттілік бойынша 5-ші. Түсуі бойынша Мәдиналық 112-ші сүре екен. Демек 112 деген сөз діннің кемелденген кезі уже үкім аяттары беріліп атқан кездер екен. Сол бүгін Құдай қаласа, Алла Тағала соңына дейін тұруға нәсіп қылсын. Негізі Рамазан басталғанда бұдан да көп педі адам, негізі тарауықта. Күн өткен сайын азаяды өзі. Бүгін көбейді ма? Қадір түні бір дейді, сомен басында қалай тұрдың, до конца солай тұру керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күн тарауыққа келген адам деп айтқан жоқ. Целый Рамазан деп атыр. Рамазанда шаруаның бәрін таста, Алла үшін не істеу керек, бауырлар? Мен қалжыңдап айтып, бірақ рас айтып атым. Тарауықтан қалмау керек, бауырлар. Тарауықтан қалмау керек. Шаруаң қапылып атса да не істемеу керек? Тарауықтан қалмау керек. Енді адамдардың шаруасы біткен кез ғой, енді түннің ішінде не шаруа бар енді? Жұмыстағылардан басқалардың барлығы тарауық намазына келіңіздер, қатысыңыздар. Өзіңдегі жалқаулықты жеңіңіздер. Ауыз ашқаннан кейін түсінем, бәрімізде болады. Жай қисайып кішкентай көзіңе ұйқы келіп, тұрғыз жібер бірден өзіңді бүйтіп. Тұрай деп. Шайтан жоқ кезде кімнің уәсуасына бөленіп атсың сенде? Шайтан жоқ өйткені, өзіңмен өзің әлек болып жүрсің ка. Бәрін қамап тастады шайтан тарауыққа келсін деп. Дұрыс па? Солай ғой, хадисте соны айтып тұр ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Шайтанның барлығы кісенде өледі деді. Тозақты жапты да жәннатты ашты деді Алла Тағала. Міне осы мүмкіншіліктен айырылып қалмауды Алла нәсіп етсін.